Өңір экономикасы қарқынды дамып келеді. Мәселен, бүгін Меркі ауданында асыл тұқымды құс жұмыртқаларын өндіретін экоферма репродукторлық кешенінің құрылысы басталып, болашақ кәсіпорынның іргетасына арнайы капсула салынды. Құны 1 миллиард теңге болатын жоба 2027 жылдың маусым айында пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Сонымен қатар Меркі ауданында да 6 әлеуметтік жоба жүзеге асырылмақ. Тақырыпты тілші тарқатады. Кейінгі 3 жылда облыс экономикасына 764,5 миллиард теңге инвестиция тартылып, Жамбыл өңірі республикадағы инвестициялық өсімі жоғары аймақтардың қатарына қосылды. Кәсіпорынның ашылу рәсіміне Жамбыл облысының әкімі қатысып, өңір экономикасын жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын маңызды қадам екенін айтты. Асыл тұқымды құс жұмыртқаларын өндіретін жобаның жалпы құны 1 миллиард теңге. 2026-2027 жылдары жүзеге асырылатын өндіріс орнында 25 адам тұрақты жұмыспен қамтылатын болады. Алғашқы кезеңде мұнда 20 мың бас құс өсірілсе, кейінірек олардың саны 100 мыңға дейін ұлғайтылмақ. Жоспар бойынша бір құстан жылына 300-320 жұмыртқа алынуы қажет. Соңғы жылда облысымызда негізгі капиталға инвестиция тарту қарқыны бойынша еліміздегі жетекші өңірлердің біріне айналып отыр. Осы кезеңде облыс экономикасына миллиардтаған теңге инвестиция тартылып, республика өңірлері арасындағы 3-ші орынға көтеріліп отыр. Тікелей шетелдік инвестиция көлемі 184 миллион ақш долларынан 289 миллион ақш долларына дейін өсті. Ал тартылған инвестициялардың құрамында жеке инвестициялардың үлесі 96%-дан асты. Аталған іс-шара түрлі өнім назарға ұсынылған көрмемен басталды. Мұнда Меркі ірімшік зауыты, Ақтоған қымыз, Жан бота сусындары және өзге де жергілікті тауар өндірушілердің өнімдері таныстырылған. Салтанатты жиында облыстың әлеуметтік экономикалық дамуына елеулі үлес қосқан бірқатар азаматтарға өңір әкімі облысқа сіңірген еңбегі үшін төсбелгісі мен құрмет грамоталарымен табыстады. Одан бөлек Меркі ауданы әкімдігі мен туған жердің дамуына қолдау білдірген азаматтар арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылғанын да қоса кетейік. Нәтижесінде жалпы құны 360 миллион теңгеге жуық 6 әлеуметтік жоба жүзеге асырылмақ. Оның ішінде Сұрат ауылдық округінде 200 миллион теңгеге дене шынықтыру сауықтыру кешені салынып, Тәтті ауылында жаңа әкімшілік ғимараты бой көтереді. Бүгін осында сол Жамбыл облысының аудан әкімдері, кәсіпкерлер, бизнесмендер, учредительдер келіп отыр деді. Бұл өзі бір жақсырым, жақсы бастама екен, Ербол Шырақбайұлы. Ал енді соны мынау Меркінің әкімі Ербол Жұмабекұлы қостап, басқаларын қолдап, төрт көздерін түгел келіп отырғандарын жақсы нәрсе. Форум соңында аудан тарихына, табиғатына, туристік әлеуеті мен мәдени мұрасына арналған Меркі фотоальбомының таныстырылымы өтті. Бексат Аширбай, Елдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.